Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лепешка духовкада пісіреміз. Міне осындай жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Ең бірінші бізге жылы су қажет. Жылы суға алдын ала дайындалып алған жаңа дрожж қосасыз, тұз және қант қосасыз. Жақсылап араластырып, кішкене бетіне ұн сеуіп, 10-15 минутқа қойып қоясыз, кішкене көтерілу үшін. Електен өткізіп алған ұнымызды міндетті түрде електен өткізуіміз керек. Май еретілген болу керек. Жылы сүт және алдын ала дайындалып алған дрожжыңызды құясыз. Осылай жақсылап араластырып, наныңызды елей бастайсыз. Наныңыз өте жұмсақ болу керек. Қатты нан елеудің қажет жоқ. Міне осындай жұмсақ нан шығады. Осыны бір 20 минут, 20 жарты сағат көлемінде қойып қоясыз көтерілгенше. 2 есе көтерілу керек. Одан кейін оны 4 бөлікке, болмаса 6 бөлікке бөлесіз. Мен 6 бөлікке бөлдім. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар, менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін. Жақсылап бөліп алғаннан кейін домалақ қып күлшелейсіздер. Өзіңізге ыңғайлы қылып. Күлшелеп алған наныңыз міндетті түрде 15-20 минут демалу керек. Демалмаса дұрыс көтерілмей қалады наныңыз. Міне демалған наныңызды осылай ортасын ғана басып, алдын ала противніңіз дайын болса, осылай противнға сразу істесеңіз болады. Ортасын ғана басу керек міндетті түрде. «160 градусқа 20-25 минут пісіріп аласыз, духовкаңызға байланысты. Мен әдемі болу үшін, сап-сары болып пісу үшін осылай жұмыртқа жақтым. Одан кейін күнжіт сеуіп қойдым бетіне. Өте әдемі болып шығады. Міне нанымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.